Бәріңізге сәлем достар. Сіздермен бүгін clasher.kz арнасы. Короче, бүгін өте бір қызық баг туралы, бүгінгі видео бір баг туралы болады. Ол баг енді бүкілі шеше білетін, енді білмейтін адамдар да бар шығар. Короче, сол багқа кірісетін болсақ, короче, ол клан The Revenge клан деп тұрады. Обычный клан, короче, бірінші уровень. Бір победа жеңген, короче, открытый, елу адам бар, короче, хэштег мына жерде тұр. Бұның кланның главасына келетін болсақ, Ари. 31 уровень, короче, ТХ5. Впрочем, кәдімгі игрок сияқты, лигасыз, короче, победа 0. Ойыннан тыстаған, короче, вроде бы. Друг Википедия қарайтын болсақ, ешқандай әскер өлмеген. Аяншақта болады, Жадинада шығар, білмеймін, короче. Ол бізге қызықтырмайды. Сосын өтетін болсақ, мынаны қараңыздар. Өте қызық. Варвар бар, лучница бар, гигант жоқ, бірақ гоблин ашқан гигантты өткізіп. Бұл қалай? Короче, ол енді белгісіз. Ал келетін болсақ, қараңыздар. Бұл не деген тас? Көп тұста байқап тұрсыздар. Бұл гоблинский картада тас. Міне, короче, бұлай өскен. Камень деп тұр. Және мынаны қараңыздар, мынада тағы да гоблинский картадағы зат. Не? Сосын үстінде тағы да бар. Оған бассақ, Decoration Goblin Pole деп жазылып тұр. Бұл типа гоблинская картадағы декорация. Бұл өте қызық өскен мына жерден бұлай. Сосын үстінен бұлай өскен. Сосын байқайтын болсақ, тағы да золотая шахта, сосын сборщик эликсира мүлдем жоқ. Көріп тұрсыз. Сосын ТХ5 болып алып, пушка 8-ші уровень. Мортира 5. Бұл қалай, достар? Маған осын түсіндіріңдерші. Жарайды, ол керек емес. Бұнда еще крепость клана жоқ. Ешқандай крепость клана мен көріп тұрған жоқпын. Еще бұнда крепость клан жоқ, бірақ ол кланда болғанмен еще глава клан. Бұл қалай? Мен де түсінбедім. Короче, бүгінгі қайттан көретін болсақ, The Revenge кланға кіріп көруіңізге болады. Главасы Ари. Бүгінгі тақырып осы клан туралы болды. Осы баг. Және достар, сіздің хейтерлер көбейіп баратыр менде. Білмеймін, көре алмайым әлде, білмеймін. Короче, любой видеоның астында дизлайк басады, еще комментарийда боқтап, анау жазып кетеді. Сіздерге айтарым, дизлайк бассаңыздар, баса беріңіздер. Бірақ комментарийда неге боқтап спамить етеді, түсінбедім. Школьник, анау дейді. Шыраймыз ғой енді. Не ұнамайды дейді. Дауысын өттаған, кейден естелмей қат деді. Мен бұлар сіздерге көргіңіз келмесе, ұнамаса неге көресіздер? Осын түсінбедім, осы сұрақ сіздерге қойғым көп тұр, ұнамайтын адамдарға. Ұнайтын адамдар өздері лайк басып, комментарий жақсы жылы сөздер жазады. Оларға алғысым шексіз. Короче, сол ұнамайтын адамдарға айтарым, каналдан шығыңыздар, фаши көрмеңіздер, дизлайк баса беріңіздер, бәрібір. Әйтеуір ұнайтын адамдарға ұнаса болды. Бүгінгі тақырып сол баг туралы болды, сосын болды. Сіздермен бүгін болған clasher.kz арнасы. Сау саламат болыңыздар, достар.